Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп басып, әңгімен соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Оның ұстазы кәріс шал екен. Не керек, 6 орысты 6 жерге домалатып тастаған кезде, агроном мен директор келіп, төбелес тоқтатты. Төбелестің себебін білген соң, директоры аналардың ит терісін басына қаптап, әбден жер жебіріне жетті. Директор орыс болса да маған ұнады, әділдікті түсінетін жақсы адам екен. Ақыры сол орыс директор маған кейін жақсы жұмысымды ескеріп, орден әперді ғой. Ана орыстармен мені қайта шайқасады деп ойласа керек. Сол жолы директор оларды түгелдей басқа бөлімшеге ауыстырып жіберді. Көке, сіз төбелесті қалай, кімнен үйренгеніңізді айтпадыңыз ғой? Дедім күліп. Бала, асықпа, соны айтайын деп отырмын. Әлгінде айттым ғой, орыстармен бірге кәрістер көбет деп. Сол төбелес болған жерде бір кәріс шал бар болатын. Өзі жел тұрса, ұшып кететіндей жеп-жеңіл, қаңбақ шал дерсің. Әлі есінде. Оның аты жөні Ким мен Гван болатын. Төбелесудің не бір тәсілдерін үйреткен ұстазым сол болғандықтан, оның есімін өмір бойы жадымда сақтап қалдым. Директордың бұйрығымен орыстар өзге бөлімшеге кеткен күннің ертеңіне Ким мен Гван маған қарап отырып, «Казах бала, хорошо драться», деді күліп. Мен Гван ата барымыз сол, дедім мен. Ол шал орысша қазақша араластырып, екі тілді де шала білетін. Менің қазақшама түсінбеді ғой дейм. «Казах бала, драться мен айтат, сен дел айт», деді. Бұл жолы мен түсінбедім. Ол орнынан тұрып, маған да тұр деп белгі берді. «Полевой стан» деп аталатын даладағы жалғыз вагонның сыртына ертіп шықты да, маған қарап, «Бала, ұр», деді, өзін көрсетіп. Мен Гван ата, ұрмаймын, ұят болады, дедім мен күліп. «Казах бала, ұр, ұр, мен шал блокс делайт», деп өзінің қалай қорғанатынын қолымен көрсетті. Мен жай ғана қолымды сілтеп қалып едім, ол «Казах, ұр, бістрей, ұр», деп өзі қолын зып-зып еткізіп, жылдам ұруды көрсетті. «Қап мына шалдай», деп селдір сақалы бар иегін көздеп періп қалып едім. Шалдың қалай қолымды шап беріп ұстап алғанын сезбей қалдым. Ол көз ілеспес жылдамдықпен қолымды қайырып жіберіп, мені теріс бұрып, желкемнен бір түйіп, етпетімнен түсірді. Орнынан атып тұра бергенімде, тобығымнан қағып жіберіп, қайта жықты. Мен шалдан жығылғаныма намыстанып, орнынан тұра беріп едім. Шал жалаң аяғының ұшымен иегімді жоғары көтерді де, өзі жеп-жеңіл, шыр айналып барып, кеудемнен бір тепті. Шалқамнан түстім. «Бала, обижайтся, не надо обижаться», деп қолын созды. Қолымды беріп орнынан тұра бергенім сол еді. Ким мен Гван қолымнан тартып қалып, өз арқасына мені топ еткізіп, одан әрі жерге дүңк еткізіп, тастай салды. Оңбай құладым. Ол қайтадан қолын созып, ыржиып тұр. «Қойыңызшы», деп өзім тұрдым. «Казах бала, хорошо драться, но», деп шедеген тарамыс қолын жоғары көтеріп, «Учиться надо, бала, шал, учиться», деп өзін көрсетті. Содан кейін мен Гван екеуміз жұмыстан қалт етсе болды, төбелес сабағын өтеміз. Кәрістің берген сабағының ішінде бокс, самбо, дзюдо, күрестің барлық элементтері бар. Шабуыл, қорғану, алдамшы қимылдардың сан алуан түрі бар екен ғой. Тіпті біреу соққы бергенде, құлаудың да көп әдіс амалы бар екен. Мен Гван атам бір қимылды 1000 рет қайталап, содан соң басқа қимыл, басқа әдісті үйретеді. Мен алысып жұлысып жүргенде, маңдайынан бір тамшы тер шығып, ентігуді білмейді. Не керек, кәріс шалдан 2 жыл сабақ алдым. Әскерге мына екеуміз бірге аттандық. Біз әскерге кетіп бара жатқанда, біз қатарлылар отан алдындағы борышын өтеп, елге оралып жатқан. Біз өз қатарымыздан кейін бардық. Кейін қайттық. Әскерден оралысымен кәріс атамды іздедім. Өкінішке орай ол 1 жыл бұрын дүниеден озған екен. Міне, менің төбелесті кімнен үйренгенімді біліп алдың. Енді қандай сауалың бар? Дейді Әлжаппар көкем. Сонымен қай жасқа жеткенше төбелестіңіз? Деп күлдім. Ой, бұл берге дейін талайдың мұрнын тегістеді ғой. Мен де төбелесті қойды ғой деп жүрсем, бүгін өзің көрдің ғой. Соқталдай 4 жігітті 4 бүктеп тастаған жоқ па? Деп толғанбай қария риза пейілмен
кеңк-кеңк күледі. Төбелесі құрысын, мені төбелесіз деп төбелесет дейсіңдер ме? Әділетсіздікті, бетімен кеткен бұзықты көрсем, делебем қозып, жұдырығым қышиды, деді. Әлекең жымиып. Қане, тамақ дайын болып қалған шығар, қол шаяйық, деп Әлжаппар қария орнынан көтерілді. Біз де тұрдық. Бұл шалдың арқасында ауылымызда тыныштық орнады ғой, деп Толғанбай бір әңгіменің ұшын шығарып қойды. Ауызға келген түкірікті қайта жұтқан мәкірік дейді. Бастадыңыз, айтыңыз, дедім Төлекеңе қарап. Қазір қол шаяйық, содан соң айтам, деді ол. Мейрамханадағы төбелес. Қонақ бөлмеге келіп қайта жайғасқан соң, Толғанбай қария үзілген әңгімені жалғады. Үйлі, балалы, шағалы болдық. Ауылда той-томалық болып тұрады ғой. Қазақтың тойы да ащы сусыз өтпейтін заман болды емес пе? Тентек суға тойып алып, тойдың берекесін қашыратындар бар. Тіпті той төбелессіз өтсе, той қызықсыз болды, дейтін болды. Бір тойды көрші ауылдың жігіттері мен біздің ауылдың жігіттері қырық пышақ болып төбелесті. Қойыңдар дегенге екі жағы да көнетін емес. Сонда ауылдың бір қариясы: «Әй, Әлжаппар-ау, енді өзің кіріспесең, мыналар қоятын емес қой, бассайшы мына шуды», деп өтініш білдірді. Апырай, қария бұлардан қайсысына жақ болам, ауыл жастарына ма, жоқ қонақтарға ма, дейді бұл соққан. Сені әділдікке жүгінет деуші еді ғой. Екі жақты да жақтама, жастардың кеудесіне сыймай жүрген өкпесін басып бер, деді әлгі қария. Әлекең орнынан еріне тұрып, бір-бірімен итше жұлқысып жатқан екі жігіттің жанына барып: «Ей, қойыңдар», деп еді. Аналардың біреуі әрі тұр деп өзіне доқ көрсетті. Әлекең ананың желкесіне шап беріп ұстады да, екіншісінің де желкесінен қысып, бір-бірінің басына бір соқты, екі соқты. Сөйтті де екеуін екі жаққа лақтырып тастады. Ана екеуі жатқан жерінен тұратын емес. Одан кейін екінші айқасқан жұпқа барып, тобықтарынан бір-бір теуіп, жерге жапсырды. Бір тентек шампанның шөлмегін ұстап, өзіне қарсы тұра ұмтылған еді. Әлекең оның қолын қайырып, желкесінен бір түйді де көшеге қарай лақтырып жіберді. Анау есік алдындағы суға барып күмпете қалды. Сол көріністі көрген екі жақтың тентектері ыржаң етіп, тым-тырақай қашып, ел қыран-топан күлкіге қарқ болды. Қай тойда Әлжаппар отырса, сол той тыныш өтеді. Ешкім мас болып жанжал шығармайды. Біреулер шамалы қызып қалса, екіншісі тыныш отыр. Әйтпесе Әлжаппарды шақырам, деп қорқытатын болған біздің ауылда, деп Төлекең әңгімесін қысқа қайырды. Құрдасының қылықтарын есіне алып, мәз болып отырған Толғанбай қария маған қарап: «Мына соққан жайлы газетке жазатын болсаң, мына бір жағдайды да айта кет», деп жымиды да құрдасына бір қарап: «Сен енді менің сөзімді бөлме. Ресторанда болған оқиғаны айтып берейін. Журналшы балам біле жүрсін. Ол оқиға баяғыда болған. Мен ерте үйленіп, бұл менен кейін үйленді ғой. Бір күні кемпірім: Әлекеңді келіншегімен қонаққа шақырайық. Мен оның келіншегімен жақынырақ араласқым келеді», деп ұсыныс жасады. Мен болса да мақұлдадым. Сөйтіп досымды келіншегімен бірге ресторанда қонақ етуге ұйғардық. Ол кезде қазіргідей кафе-ресторан дегендер тым аз болатын. Шымқалада көзге түсетін маңдай алды ресторанның бірі Аралға баруды ұйғардық. Ол көл базарының төменгі жағында болатын. Төртеуіміз қаздай тізіліп рестораннан бір-ақ шықтық. Келіншектеріміз арақ-шарапты аузына алмайды. Біз жігіттер көбігі бұрқыраған күрең сыраны сыздықтата ішіп отырмыз. Ресторандағы шағын сахнада музыканттар енді жиналып, біз білмейтін әуенді баяу тарта бастаған. Ол кезде ресторанда ән салатын артистер болушы еді. Олардың барлығы тек орыс тілінде айтатын. Бізден бұрынырақ барып, арақ-шараптың буыны шалқай бастағандар ортаға шығып, жұп-жұп болып билей бастады. Мен келіншегіме қарап: «Біз де билейміз бе?» деп сұрап едім. Ол селк етіп ыршып түсті де: «Қой құрысын», деді күліп. «Ал құрдас, сіз биге қалайсыз?» деймін Әлекеңнің келіншегіне қарап. «Өзіңнің келіншегің көнбеген соң, өзгеге сөз салатын мінезің шатақтау екен». «Рахмет, мен мұндай ортада билемеймін», деп сұлу қысқа қайырды. Содан сөзіміз биден өзге жаққа ауысып, өзара әзіл қалжың айтып, мәз болып отырғанбыз. Бір кезде бір қазақ жігіт келіп, Әлекеңнің келіншегін биге шақырды. «Кешіріңіз, мен билемеймін»,
Бойында желігі бар жігіт оны елейтін емес. Қолынан ұстамақшы еді. Мен: «Әй жігіт, бері қара. Қызды биге шақыру үшін әуелі жанындағы жігіттен рұқсат сұрайды. Бұл бір, екіншіден тектен тек қолыңды сумаңдатпай ары тұр», дедім. Әлекеңе көз қиығымен қарасам, салмақты, жай ғана жымиып отыр. «Қарындасты биге шақырсам не бопты? Біз бөтен емеспіз ғой. Қазақпыз. Қазақ болған соң...» «Әй, қазақ, естідің ғой, мен билемейм», деді ғой. «Неге? Неге екенін мен түсіндірейін», деген Әлекең орыннан атып тұрды да: «Сенің отырған орның қай жерде?» деп ананың білегінен тас қылып ұстады да, жетелеген бойы серігінің жанына апарып, орындыққа нығарлап отырғызып, бізге қайтып келді. Біз өз әңгімемізді одан әрі жалғастыра бердік. Едәуір уақыт өткен. Енді үйге ораламыз деп отырған кезде, әлгі биге шақырған жігіт жанындағы жігітімен келіп тұр. Тілі күрмеліп қалыпты. «Сендер қай жерденсіңдер?» дейді ежеліп. «Қайдан екенімізді қайтесің? Құда түсейін деп бедің?» дедім, ананы жақтырмай. Өзім білем». «Онда бар, жөніңді тап. Сен жоқсың, колхозыңды таба алмайсың. Жігіттер, үйлеріңе қайтыңдар. Мына тұрыстарың ұят. Бұл жер көпшілік жер ғой», деп Әлекең анағын ақыл айтпақшы еді. Анау: «Сен енді Шымкентке жасама». «Неге? Бұл қала біздікі». «Қой бауырым, олай деме. Бара ғой. Біздің мазамызды алма», деген Әлекеңе анау: «Сен шешең» деп келе жатыр еді. Ондайға шыдайтын Әлекең бар ма? Ананың желкесінен қысып ұстады да отырған орнына қарай лақтырып жіберді. Ресторан ішіндегілер шу ете қалды. Екінші жігітте Әлекеңе тап берген. Оның да алқымнан ұстаған бойы тік көтеріп алып, отырған орындарына лақтырып тастады. Даяшылар шулап, бастықтарын күзетті. Полицияны шақырды. Әлекең лақтырған жігітті әлі дастархан үстіне түсіп, стол үстіндегі ыдыс-аяқ қирап, сынғаны сынып, сынбағаны жан-жаққа шашылып кетіпті. Не керек? Отырысымыздың берекесі кетіп, аяғы дауға айналды. Ана екі жігіттің қалтасындағы бар ақша ішкен жегендерінен бөлек қираған ыдыс-аяқтың ақысын төлеуге жетпей, ресторан басшысы «Сендер қираттыңдар» деп бізге әлек салды. Амал жоқ, төледік. Сыртқа шықсақ, әлгі екі жігіт бізді күтіп тұр екен. «Сенің қаныңды ішем» деп біреуі Әлекеңе тұра ұмтылмасы бар ма? «Өй, мынау әлі» деген Әлекең ананың ішінен бір періп етпетінен түсірді. Екіншісі болса: «Аға, мен емес қой, мен емес, мен жай» деп келе жатыр еді. Оның да кіндік тұсынан бір соғып жатқызды да маған қарап: «Тұр еке, сен қыздарды алып үйге қайта бер, мен бұл екеуін үйлеріне жеткізіп салайын», дейді. «Жетпесе желкесі қиылсын, не қыласың әуреге түсіп», дегенме көнбеді. Такси тоқтатып, ананың біреуін алдыңғы орындыққа, екіншісін артқы орындыққа өзінің қасына отырғызып алды. Екінші таксиге біз міндік те олардың соңынан еріп отырдық. Көлік ішінде Әлекең ана екеуінен не дегенін қайдам. Діттеген жерге жеткенімізде екеуі де тойған қозыдай мұп-мұмақан бола қалыпты. Мастықтары да тарқап кеткен секілді. Соңдарынан келген бізді көрген Әлекең бізге қарап: «Сендер машинадан шықпай отыра тұрыңдар», деді. Әлгі жігіттің бірі үйге кіріп келіп, сәлден кейін 50-дің үстіндегі қозы қарын кісіні ертіп шықты. Әлекең ана кісіге болған жағдайды қысқаша баяндап шықты да: «Аға, сол жерде қалдырып кетуге қимадым. Көшенің бұзықтары тонап, жазым етер деп ойладым. Ал менің досымның шығынын кім төлейді?» деді. «Қайдам? Кім төлейтінін мен қайдан білейін?» «Аға, сіз олай демеңіз. Сіз төлейсіз. Жанындағы серігінің әкесі екеуіңіз төлейсіздер. Қане, уақытты созбаңыз. Олай істемесеңіз, екеуінде тиісті орынға тапсырып, шыққан шығынымды екесе етіп өндіріп алам. Мен өз балама, ал анаусына өз әкесі төлесін». «Аға, екеуіне де сіз төлейсіз. Мен үйме үй жүріп, жылу жиғандай болмайын. Қане, тез қимылдаңыз да, мынау шіреген жұмыртқаңыз жарылып қалмай тұрғанда аман сақтап қалыңыз. Енді 10 минут күтем. Олай болмаса, мені сіз іздеп әуреге түсесіз», деп еді. Ана кісі зып етіп үйіне қайта кіріп кетіп тез шықты. Әлекеңнің айтқан қаржысын әкеліп берді. Әлекең тұтқындарын босатып, біздің көлікке
ауысып мінді. Балам, мен ескі досымды тектен-тек мақтап отырған жоқпын. Ауылымыздың кәрі жасы түгелдей бұл соққанды төбелес құмар шал дейді. Көзінше емес, сыртынан әрине. Әлекең жастайынан бұзық болып, төбелес десе, делебесі қозып тұратын жан емес. Әлгінде өзің көрдің ғой, 100 грамм шарап ішіп, бір келі әдепсіздік жасаған жастарды Әлекең қалай жөнге келтіргенін. Біздің төбелес құмар шал сондай әділетсіздікке, бассыздық пен надандықты көрсе шыдамайды. Әлекеңнің әділдікті ту етіп ұстайтыны жөнінде және бір мысал келтіре кетейін. Шырағым, газет қызметкері екенсің, жазсаң сол жайлы жаз. Өзгеге үлгі болсын. Балам, мына көкең жайлы біраз ақпарат алдың ғой. Ақыры газетке жазатын болсаң, бір жеріне кіргізіп жіберерсің. Бұл шалдың мешке екенінде айта кетейін, деп Түрекең иығы селкілдеп күліп алды. Әй соққан, сен бірдеңе деп бүлдіргің келіп отырау шамасы, деген Әлекең төмен қарап жымиды. Ештеңені бүлдірмеймін, өзіңе белгілі шындықты айтпақшымын. Иә, бізде жас болдық, іштік, жедік демекші, өз қатарымыздан қалмай ащы судан да шетінде іштік. Бірақ біз әлгіндегі автобустағы жастар секілді 100 грамм ішіп, бір келіге бөспейтінбіз. Мына Әлекеңдер 4-5 шөлмегіне былқ етпеуші еді. Әлгі айтайын дегенім, мұның мешкейлігі жайында. Мешкей болғанда тамаққа тоймайтын. Үнемі алақ-жұлақ етіп, есілдерді ас-ауқат іздеп жүретін. Мешкей емес, жайшылықты құрнан мен шайды қанаға тұтып жүре беретін. Әлекең біреумен ерегісіп, бәстесетін болса, бәрін жапырып жеп қоятын. Нағыз мешкей. Айтып отырмын ғой, бізде жас болғанбыз. Бізде ел қатарлы арақ шарап ішкенбіз. Бір қызықты айтып берейін. 4-5 жігіт асханада отырып арақ іштік. Асхана асы ойымыздан шықпай, біреуіміздің үйімізге барып ет жегіміз келді. Менің мырзалығым ұстап, жігіттерді үйге шақырдым. Біздің үйде қойдың свежий еті бар. Үйге жүріңдер, келіншегім қуырдақ істеп береді, дедім. Сөйтіп бәріміз жұбымызды жазбай, қаздай тізіліп, біздің үйге келдік. Әйеліме тездетіп қуырдақ пісіруге бұйырдым. Қарап отырамыз ба, өзімізбен бірге ала келген московский аталатын арақташтық. Әй, қатының айтсайш, мая келсін. Мына арақ ішімді жалап барады, деді Әлекең. Келіншегім, шыдай тұрсайш, қуырдақ жейсің ғой, деп еді Әлекең. Немене, сиырларың су алып кетті ме? Май жоқ дейсің, деп әйелімнің қытығына тиді. Келіншегім бір тостақ сары майды ортаға қойды да, мә, жей ғой, аштан үзіліп кетерсің, деді. Ол кезде арақты кесемен ішетінбіз. Әлекең бір кесе арақты сіміріп салды да, тарелкадағы сары майды сыпырып, бір-ақ асады. Менің әйелім құрдасына ерегіскені ғой. Менде тауықтың бөтегесінде ғана асқазан бар. Әлгі майың жоғыма жоқ болмады. Мына жігіттер енді менің аузымды жалай ма? Бар болса, майыңнан тағы да әкел, деп еді әйелім. Сен өзі жұқа мешке екенсің ғой. Қатының сенің қарныңды тойдыра алмай, қиналып жүрсе, мен тойдырайын, деп бір кастрюль сары майды әкеліп, Әлекеңнің алдына қоя салды. Бәсе, біздің үйдегі айтушы еді, Түрекеңнің сиыры сүтті күніге шелек-шелек сүт береді. Әйелі күніге күбі пісіп, кіләлеп май алады деуші еді. Рас екен, деп білегін сыбанып жіберіп, қолын кастрюльдегі майға салып жіберді. Майға қадаған қасықты алып тастаған. Күректей алақанымен кастрюльдегі майды қайта-қайта көсіп алып, аузына тығып жатыр. Әлекеңнің тірлігіне жиіркене қараған келіншегімнің көзі дөңгеленіп, аузын басып, сілейіп қарап тұр. Кастрюльдегі май ортайған кезде Әлекең маған қарап, арақты ымдады. Мен кесеге лүпілдете арақ құйдым. Әлекең майлы қолмен кеседегі арақты сіміріп салып, қолын қайтадан майға салды. Тым-тырыс, аңтарлы қарап отырған жігіттердің бірі. Тух, мынау сұмдық қой, сұм, деп лоқсып, аузын басып, сыртқа қарай ұмтылды. Әлекең кастрюль толы сары майды түгел сыпырып жеп бола беріп, маған тағы да ым қақты. Мен қайтадан кесеге арақ құймақшы болып, шөлмекті ала берген кезімде қолымды қағып жіберіп, шөлмекті жұлып алып, аузынан арақты су ішкендей сылқылдатып түбіне дейін ішті де, бос шөлмекті есікке қарай лақтырып жіберді де. Арақ ішудің шарты осылай, деп кастрюль ішін түгел сырып, жалап жұқтады да. Май жеудің де шарты солай, деп бос кастрюльді есікке қарай лақтырып жіберді.
Мынау соққан қайтеді деген әйелімде лоқсып сыртқа қарай жүгірді. Әй мәледес, сенің мұндай өнеріңді біз бұрын қалай білмегенбіз? Мынау деген керемет нәрсе ғой. Анау аты қалай еді? Естімеген елде көп деген бе? Осындай ерекше адамдар жайлы кітапқа кейіпкер болатын нағыз өз екен Әлекең. Гиннестер кітабы ғой. Иә, сол рекордтар кітабын айтам. Әлгі кастрөл ішінде 7-8 келі май шығар. Біз өзіміз толық 2 ас қасық май жемейміз ғой. Ал Әлекеңе 1 кастрөл май жұғынына жұқ болмады деген жігіттер гу-гу етеді. Өңшең құрдастар, Әлекеңді біреуіміз мақтаймыз, біреуіміз бұл 2 аяқты мал ғой, мал деп даттаймыз. Бір жігіт: Әлеке, сенің сары майды асағаныңды көріп жүрегіміз айныды. Сенің жүрегің қалай айнымайды деп сұрап еді. Арақтан сілтеп майға бөгіп отырған Әлекең мақтанғысы келді ме? Мен ештеңеден жиіркенбейм, көңіліме алмайм. Егер бастессеңдер, жыланды да жеп қоям деген еді. Әлгі сұрақ қойған жігіт: мен бастесер едім. Қазір жыланды қайдан табамыз? Әй, шылаушан жей аласың ба? Олды жылан секілді ирелең деген жәндік қой деп еді Әлекең. Онда тұрған не бар? Жесем жеймін, неге бастесеміз? Қане, өз ұсынысыңды айт. Егер шылаушан жесең, мен саған 1 костюм шалбар кигізем. Сөзіңде тұрасың ба? Еркекпін, айтқаным айтқан, сөзімде тұрам. Мына жігіттер түгел куә. Көктемнің күні болатын. Далада майдалап жылы жаңбыр жауып тұрған. Дастархан басында отырғандар түгел сыртқа шықтық. Бір-бір шыбылғыстап, жер бетіне шығып жатқан шылаушан жер құртын тере бастадық. Өзіміз күліп жүрміз. Бұрын кім шылаушан теріп көріпті? Жер бетіне шығып жатқан шылаушанды алу оңай, ал жартылай жерге кіріп жатқан жәндік оңайлықпен алынбайды екен. Иретіліп бейшара адамнан қашпақшы болады. Белінен құйрығынан ұстап тартып қалсаң үзіліп кетеді. Қоңыр қызыл сорлы әлсіз болады екен. Үзілгендері жиырылып тырнақтай болып қалады. Не керек, бәріміз жабылып жүріп, бір темір тостақты шылаушанға толтырдық. Үйге кірсек, Әлекең жоқ. Әй, әлгі мешке қайда? Деп әйеліме қарасам, ол сендердің арттарыңнан шығып кеткен дейді. Қашып кеткен ғой, ол ұтылды дейді бәстескен сабас. Ол қашпайды, айтқан сөзінде тұрады деймін мен. Бәріміз қайтадан далаға шықтық. Әжетхана ішіне бас сұқтық. Жоқ. Мал қора ішіне кіріп шықтық. Әлекең жоқ. Үйдің сыртында ағып жататын арық болушы еді. Сол жаққа барған бір жігіт: әй, мұнда келіңдер, ол мұнда жатыр деп дауыстады. Бәріміз солай қарай ұмтылдық. Әлекең бар киімін түгел сыпырып тастап, тырдай жалаңаш арық ішінде жатыр екен. Судың бетінде кіреукеленіп май көрінеді. Әй, Әлеке, тыныштық па? Мына жатысың жайсыздау екен дедім. Сенің қатының берген май денемді қыздырып, содан салқын суға түсіп, жаным жайланып, қазір шығам. Әлеке, осы бәстескенді қош, жаман айтып, олай бұлай болып кетсең, ары қарай айтпай қояйын деймін. Құдай сақтасын, бірдеңе бола қалса сен қуанарсың. Менің әмеңгерім өзіңсің ғой деп киіне бастады. Шылаушан тердіңдер ме? Тердік, үйге апарып қойдық. Біз барғанша бәрі жан-жаққа қашып кетпесе деп бәс ойнаған жігіт Әлекеңе қарап: сары майдың қуатын көріп тұрмыз. Шылаушанда ондай қуат, күш жоқ шығар. Ол балшық жеп, балшық тұшатын жәндік қой, солай емес пе, Әлеке? Қайдан білейін, мен шылаушын жеп жүр дейсің бе? Білмесең, неге шылаушын жеймін деп менімен бәстестің? Одан да ұтылғаныңды мойында. Мен кештім, костюмді де өзің кие бер деп еді Әлекең. Әй, не деп сандалып тұрсың? Кім ұтылды? Мен бәстігіп еш уақытта ұтылып көрген жан емеспін. Жүріңдер. Шылаушан ба, жылан ба ұстағандарыңды көрсетіңдер. Қаздай тізіліп келіп, қайтадан дастархан басына жайғастық. Темір тостақтағы шылаушандардың кейбірі тостақтан түсіп, дастархан үстінде ирелеңдеп жүр. Жартылай үзілгендері жыбырлап, қыбырлап қиналып жатыр. Әлекең маған ымдады. Дереу шай кесені толтыра арақ құйдым. Әлекең тостаққа қол салып, бір уыстай шылаушанды уыстап алды да асап жіберді. Бір-екі шылаушан ирелеңдеп аузына кірмей, сыртқа қарай тырбаңдайды. Әлекең оларды саусағымен аузына қарай итеріп жіберіп, кесе толы арақты сіміріп салды. Тостақ ішіндегі шылаушандарды сол тәсілмен 2 рет асап,
қалған 3-4-еуін теріп алды да, соларға үңіліп бір қарап, оларды да жұтып жіберді. Қайтадан арақ ішті. Рахаттанып бір кекірді де, бәстескен жігітке қарап, бар, менің костюм шалбарымды алып кел. Дәл қазір ме? Болды, мен ұтылдым. Берем ғой, берем. Жоқ, дәл қазір бересің. Ішімдегі шылаушандар жабылып, ішек қарынды кеміріп жеп қойса, өлем ғой. Өлмей тірі кезімде сен беретін костюмді бір киіп кетейін. Әлеке, қойшы, қайдағын айтпай. Мына жігіттер түгел күе. Сен ұтылдың, тез костюмды алып кел. Жарайды, размерің қандай ет? Сендер кетіп қалмаңдар, мен тез барып костюм шалбарды алып келем, деп әлгі құрдасымыз шығып кетті. Сөйтіп, Әлекең шылаушын жеп, жап-жаңа костюм киген болатын. Бұл соққан қарап жүрмей, осылай мал табады, деген құрдасы рахаттана күліп алды. Журналшы балам, Әлекеңнің мешкейлік және бір қызығын айта кетейін. Ауылымызда бір өзбек ағайын бала шағасымен асхана ашып, барлығы сонда жұмыс істейтін. Асхана деген жақсы бизнес екен ғой, соны біз енді түсініп жүрміз. Әлгі асхана дәмінің неше түрін пісіреді. Сорпа, палау, пельмен дейсіз бе, бәрі сонда. Кәуептердің де түрлі-түрлісі бар. Асхананың бір бұрышында көбігін бұрқыратып, сыра сатады. Еріккендіктілер сол бұрышқа үйір. Шыжыған ыстық күндері сонда барып, бір-екі саптаяқ сыра ішіп, шөл басатынбыз. Қазақ пен өзбек бір-бірін көрсе, нағашы жиен секілді ғой. Бір-бірін тістей сөйлеп, әзілдесетін. Сол асхананың қожайыны Атхам деген жігіт біз қатарлы еді. Бізді көрсе болды, тілі қышып тұратын. Бір күні Әлекең екеуміз сонда кірдік. Атхам, қазақтар келді ғой, хош келдіңіздер, төрлетіңіздер, қане, не жейсіздер, не ішесіздер, деп лыпылдап жанымызға жетіп келді. Бізге шөл басатын көк шайыңнан бір шайнек шай бер, деген Әлекеңе Атхам, басқа ештеңе ішіп жемейсіздер ме? Деді. Палауыңды жеп, артынан шай ішсек, ішке түскен соң ол сорпа болады. Мантыңды жейін десек, ішінде тіске басар бір түйір ет те жоқ, өңшең пияз. Өзбек досым, сенің пісіретін өңшең шөп шалабыңды білеміз ғой. Кешке дейін шыдасақ, үйге барып ет жейміз. Күн ыстық болған соң қарындарың ашпай шайды қанағат қылып отырасыздар да, айтпақшы, жұмыртқа жеңіздер. Өзімнің тауықтарымның жұмыртқалары, свежий жұмыртқа. Нешеуін жейсіздер? 5-5-тен 10 жұмыртқа берейін бе? Әй, сорлы өзбек, бізді жұмыртқа жеп, ойнап кететін жас бала деп тұрмысың? Сенің 10 жұмыртқаң менің асқазанымның бір түкпірінде қалып қояды ғой. Мына қазақтар барлық жұмыртқамды жеп кетті деп дау шығарып жүрерсің. Әлеке, дау шығармайым. Сіз өзі үйдегі тауықтың жұмыртқасын жеп көріп едіңіз? Құс фабрикасынан шыққан жұмыртқа мен үйде еркіндікте жүрген тауық жұмыртқасын салыстырып көріңіз. Біздің үйдегі тауық жұмыртқасынан 5-еуін жесеңіз, күпті болып жатып қаласыз, деп асхана бастығы бөсіп барады. Ол жұмыртқаны мақтап, әйтеуір өткізуді ойлап тұр. Атхам, үйіңде қанша тауық бар? Деп сұрады. Бар, қазақша айтқанда бір қора тауығым бар. Күніге 20-30 жұмыртқа теріп аламыз. Сен өзбек мақтануыңдай мақтандың. Сенің сол үйіңде еркін жүріп, туатын тауықтарың берген бір шелек жұмыртқаны алып кел. Мен бәрін жеп көрейін, деп Әлекең бірдеңенің ұшын шығарды. Тоқта қазақ, тоқта, жеп көрейін дегенің қалай? Сен сонда бір шелек жұмыртқаны жеймін деймісің? Иә, бір шелек жұмыртқа шығады ма үйіңнен? Өзің ғой, күніге 20-30 жұмыртқа жинайым деген. 2 күн жинаған жұмыртқаларыңды алып кел, мен соларды жеймін. Күпті болам ба жоқ па, сонда көреміз. Әй, қазағым, қазақ десе намыстанасың. Мен мақтаншақпын ба деп жүрсем, сен менен асып түстің ғой, деген Атхам ал келіп күлсін. Иә, мен емес, сен ғой, әуелі бір қора тауығым бар деп мақтанған. Сен өтірік айтып мақтанып тұрсың, ал мен шынымды айтып мақтанып отырмын. Әлгі бір шелек жұмыртқаңды пісіріп алып кел. Сен әкелген жұмыртқаны дәл осы жерде, сенің көз алдыңда мен жеп тауысам. Соған бәстесеміз. Келісесің бе? Жарайды, бәстесуге болады. Бірақ нақты айт, қанша жұмыртқа жейсің? 10-15 жұмыртқа жеп, жай әзілдеген едім деп сөзіңнен тайып кетпейсің бе? Нақтысын айтайын. 60 жұмыртқа жеймін. Жей алмай, 1-2 жұмыртқа қалып қойса,
мен 60 жұмыртқаны 2 есе етіп төлейм. Ал келіскен жұмыртқаларды түгел жеп қойсам, саған 1 тиын да төлемейм. Келістік, әкел қолыңды, деп Атхам әлекеңмен қол алысты. Келесі күні жанымызға және 2 жігітті ертіп, Атхамның асханасына келдік. Аман саулық сұрасқаннан кейін Атхам: «Қалай, қазақтар, дайынсыңдар ма?» деді. Көзінде бір құйтырғы күлкінің ізі бар. «Біз дайынбыз», деп мен жауап бердім. Атхамда достарын жиып келген екен. Кең тапшанның айналасын өзбектер қоршап отыра қалды. 3 қазақ тапшанда отырмыз. Әлекең маған қарап: «2 шәйнек көк шайға тапсырыс бер. Шай қою болсын, бірақ өте ыстық болмасын. Ыстық болса, суытып қоюға тырыс. Содан соң 1 уыс тұз алдыр. Үшеулеп жұмыртқаны аршып, маған даярлап бересіңдер. Шелектегі жұмыртқа көп секілді. Санап көріңдер», деді. Санап шықтық. Тұп-тура 60 екен. Тиынға тісін сындыратын өзбек емес пе? Артық ештеңе жоқ. «Қане, бастаймыз ба?» дейді Атхам. «Иә, бастайық», дедім де әлекеңе қарап: «Құдай қуат берсін. Бисмилля деп баста», дедім. Қабығын тазалап дайындап қойған 3 жұмыртқаны бірінен кейін бірін аузына лып еткізіп тықты да әлекең жұтып жіберді. Өзбектер шу ете қалды. Әлекеңнің жұмыртқаны шайнаған-шайнамағанын мен өзімде байқамай қалдым. Және 3 жұмыртқаны жұтып, көк шайдан 2 рет ұрттаған әлекең: «Тез-тез аршыңдар», деп бұйырды. Біз үшеуміз аршыған жұмыртқаны аршығанша әлекең лып еткізіп жұтып жіберді де көк шайдан ұрттап алады. Шелектегі жұмыртқа орталап азая бастаған кезде аршылған жұмыртқаға шамалы түс сеуіп жейтін болды. Алғашқыдай екпін жоқ, баяулай бастады. Өзбектер болса: «Қақал, қазақ, қақал! Құсып таста, қазақ! Жұмыртқаға тұншық, қазақ! Ой, жалпаңнан түс, қазақ!» деп шу-шу етеді. Қолы бос болса, әлекең шулаған өзбектердің тұмсықтарынан бір-бір ұрып, үндерін өшірер еді. Менің де қолым бос емес. Солай бола тұра бір сәт Атхамға бір қарадым да: «Атхам, аналардың үнін өшір», дедім. Олар, «Иә, хуазларию, бәлелшіктер ғой, пәлен деп айтуға болмайды», дейді. Әлекең 2 шәйнек көк шайды тауысып, және 1 шәйнек шай алдырды: «Тез суыт», деп бұйырды. Сәл кідірген әлекең жеңілді деп ойласа керек. Өзбектер орындарынан атып-атып тұрып, Атхамды құшақтап шулап кетті. Мен шелектің түбіне үңілдім. Шелек босап қалыпты. Өзбектерді келіп, шелек түбіне қарады. Шу сап тыйылды. Әлекең рахаттанып бір кекіріп алды да: «Атхам, ана витринада қанша жұмыртқа бар, бәрін әкел», деді. Қазақ, біз оған бәстескен жоқпыз ғой», деп міңгірлеп төмен қарап еді. Мен орнынан атып тұрып, сөреде жатқан 12 жұмыртқаны санап алып келдім. Әлекең 12-сін түгел жеп қойған кезде Атхам басындағы ала тақиясын жұлып алып, жерге бір-ақ соқты. Әлгінде шулап отырған өзбектердің үні өшті. Сөйтіп 60 жұмыртқаға бәстескен әлекең 72 жұмыртқа жеп, өзбекті тақыр жерге отырғызған болатын. Атхамның іші күйіп, бірнеше күн елдің көзіне көрінбей жүрді. Мынау өзіміз отырған ауыл қаланың шеті ғой. Қазір Мөлтек аудан дейді. Мейлі, қалай аталса солай атала берсін. Ауылымызды елге, отанға деп айтсам да болады. Әбден еңбегі сіңген азаматтар бар. Солардың арасында біз секілді зейнеткерлер мен соғыс ардагерлері, ауған соғысына қатысқан ерлер де жеткілікті. Айтайын дегенім, сондай сыйлы азаматтар тұратын ауылымыздың көшелері ойдым-ойдым шұңқыр. Жазда шаңы бұрқырап, көктемде шалшық суы көлге айналады. Әсіресе мектеп жасындағы балаларға қиын. Осы қиындықтарды айтып, әлекең бастаған бір топ қария әкімнің алдына талай рет барғанбыз. «Биыл қолға аламыз, талаптарыңыз орынды», деп шығарып салады. Сөйтіп бір күні өз ауылымызда туып өскен бір жігіт әкім болып келді. Енді көсегеміз көгерер деп қуандық. Жас әкімге құтты болсын айта барып, ауылдың жағдайында жеткіздік. Әкімдерге тиесілі жаттанды сөздерді одан да естідік. Арадан 1 жыл өтті, 2 жыл өтті. Жас әкімді мүлдем көрмейтін болдық. Бір күні аудан әкімі халық алдында есеп беретін үлкен жиын болатын естідік. Сол жиналысқа баруға әлекең тас түйін дайын отыр екен. «Бүгін тірлік бүкіне шік болады. 3-4 шал маған еріңдер», деді әлекең.
Жиналыс өтетін жерге келсек, есік алдында тұрған полиция жігіт шақыру қағаздарыңызды көрсетіңіздер деп ішке жібермей қойды. Олай дедік, бұлай дедік, ана көнетін емес. Бір кезде Әлекең: «Әй, сен кімді, кімнен қорғап тұрсың? Жиналыс халықтікі, әкім отчет жасайды, біз соған келдік, қане, бізге кедергі жасама» десе, анау иілетін емес. «Ой, әкеңнің, сенен келген жау болса, мен көріп алайын» деп сержант полицейді қапсыра құшақтап, анада жерге лақтырып жіберді де, бізге қарап: «Кіріңдер» деп бұйырды. Ішке кіре алмай тұрған жұрт залға қарай лап берді. Аяғыма, жан басыма ауырсынып қалған полицей ақсаңдап, адамдарды тоқтата алмай әуре. Біз улап-шулап залға кіріп барғанда, баяндама жасап тұрған аудан әкімі сөзін тоқтатып: «Азаматтар, бұл не шу?» деді таңданып. Президиумда отырған қала әкімі, облыс әкімнің орынбасары, полковник шенді полицей бәрі елеңдеп отыр. Есік алдында күзетте тұрған сержант келді ақсаңдап. Мен шақырусыз келгендерге рұқсат жоқ десем, ана бір шал құлақ аспай шу шығарт. Онысымен қоймай, мені көтеріп алып, тек пешектен төмен қарай лақтырып жіберді. Деп еді, ел ду күлді. «Қане, қай шал?» деп орыннан атып тұрған полковникке жалт қараған облыс әкімнің орынбасары: «Мәке, сабыр сақтаңыз. Шалға шамасы жетпеген қызметкеріңіз мықты екен. Оған намыстанбай қойыңыз» деді, миығынан күліп. Содан соң аудан әкіміне қарап: «Жиналысқа шақыру билетімен келу керек дегенді қайдан шығардыңдар?» деді, қабағын түйіп. «Бұл елді мекенде халық саны көп болған соң, түгел залға сыймайды ғой» деп күмілжіп қалды. Облыс әкімі залға қарап: «Әлгі палуан қария кім? Көрейік, танысайық» деді жымиып. «Менмін, айналайын, мен мұндамын» деді Әлекең қолын көтеріп. «Ақсақал, бері келіңіз, төрге шығыңыз» деген облыс әкімнің орынбасары отырған жерінен тұрып, Әлекеңді қарсы алып, тікелей трибунаға жетектеп барды да: «Ақсақал, қысылмаңыз, еркін тұрып ауылыңыз жайлы, әкімдеріңіз жайлы түгел айтыңыз» деді де өзі өз орнына барып отырды. «Рахмет, айналайын. Әкім бол деп балаға бата береміз. Әкім болсаң, халқыңа жақын бол дейміз тағы да. Қазіргі халықтың көзі ашық, төрткүл дүниеде не боп жатқан жақсы білет. Солайына солай» деп шамалы кідірген Әлекең өзіне құрмет көрсеткен әкімге қарап: «Балам, көргенде азамат екенің бірден көзге түсіп тұр. Рахмет. Сені тәрбиелеген ата-анаңа мың алғыс. Ал ендігі айтайын дегенім, аудан мен ауыл әкімдері жайлы. Сақалымызға сүрініп жүрген 3-4 шал осы әкімдердің табалдырығын тоздырдық. Тындырамыз, қатырамыз, биыл іске асырамыз деп талай рет уәделерін берді. Сөздерінде тұратын азаматтар ғой, деп ауылға келсе жүгіріп қарсы аламыз, қолдарына су құямыз, төрімізге шығарып орын береміз. Бірақ бұл азаматтардың биті семіріп, елді елемейтін болды. Көздерін шел басып, кем-кетікті көрмейтін жағдайға жетті» деген кезде жұрт су сепкенде тым-тырыс бола қалды. Әлекең содан соң: «Ал кеп көсілсін». Ауылдың жағдайын түгел, жіпке тізгенде түгел жайып салды да одан әрі: «Елдің көзі ашық дедім ғой. Көзі ашық, олар бәрін көріп біліп отыр. Нақты айтатын болсам, 2 жыл бұрын тағайындалған ауыл әкімін біз жақсы білеміз. Оның есігінің алдында бір тышқақ лағы жоқ еді. 2 жыл ішінде жарқыратып үй салды. Сылаңдаған темір тұлпар мінді. Ауылға бөлінген қаржы қайда? Ол әне, көз алдымызда тұр. Әкімде адам, ішсін, жесін, іштарлық жасамаймыз. Бірақ елдің хал жағдайына арнап бөлінген қаржыға қол салғандары әрине қиянат. Егер тиісті орындар шындап тексерсе, жегендері желкесінен шығатыны сөзсіз. Оны күнделікті теледидардан көріп жүрсіңдер. Жігіттер мешкей деген жақсы атақ емес. Судың да сұрауы бар. Қаншалықты қомағай болсаң да, бір сәт халықты, елді ұмытпаңдар. Менің жиналысқа келіп айтпағым осы еді. Одан кейінгісін өздерің біліңдер» деп трибунадан түсті. Ел әлі тым-тырыс. Облыстан келген әкім Әлекеңнің қолын алып: «Аға, сізге көп рахмет. Айтқан сын ескертпелеріңіз орынды. Сізбен мен өзім хабарласам» деп қалтасынан визиткасын алып ұсынды. Көп ұзамай ауданның, ауылдың әкімдері орындарынан түсті. Ауылымыздың көшелеріне түгел асфальт төселіп, автобустар қатынайтын болды.
Сөйтіп, төбелес құмар шалға арыз қой шал деген ат жалғасты, деген Тұрекең кеңкілдеп күліп алды. Төбелескіш қарияның үйінен кештетіп қайтатын болдым. Жолда біреулер тиісетін болса, Әлжаппардың үйінен келемін деп алам, деп Толғанбай қария күліп шығарып салды. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз рахмет.